әсіресе Қызылордадан маған көп хат жазады. Шымкенттен көп хат жазады. Жай ғана еден жуушы болып, жұмысқа орналасу үшін 500 мың теңге сұрайды. Мұғалімдердің ставкасы миллион жарым болып кеткен мысалға. Ондай хаттар өте көп. Енді мен айтамын да, ондай хаттар келген кезде антикорға хабарласыңыз деймін. Нөмірінде берем 14-24. Енді сол 14-24-ке нөміріне хабарласқан кездегі алгоритм қалай жүзеге асады? Мысалға, ана кісінің қандай да бір дәлелі бар. Мен айтамын, дәлеліңіз бар ма? Бар дейді. Фотоға түсіреді, видеоға түсіреді, мүмкін аудиосы да бар шығар, иә? 14-24-ке хабарласты. Көп адамдар қорқады, ертең күні менің басыма бәле болады ғой, ертең менің басыма бір нәрсе іліп береді ғой деген сияқты. Сондықтан соның алгоритмі қалай? Одан кейін қазір білесіздер, сол жемқорларға қатысты хабар бергендерге де мемлекеттен премия дейді ғой, сыйлықақы береді. Оның да жүзеге асу алгоритмі қандай? Осыны түсіндірейікші. Біз ақыры сіздер толығымен жемқорлықпен күресе алмасаңыздар, біз болып, халық болып, жалпы белсенділер болып, өзіміз күресейік. Өзіміз сол 14-24-ке хабарласып, осы әрекет, сол алгоритмді жасайық.